Менің атым Айжан. Мен өмір бойы байлықтың ішінде өстім. Адамдар сырттай қызығатын өмір сүрдім. Үлкен үй, қымбат көлік, қаланың ортасындағы компания, жанымда табысты күйеу. Бірақ бір нәрсені кеш түсіндім. Адамды бақытты ететін ақша емес екен. Сені әлсіз кезіңде тастап кетпейтін адам екен. Сол түні мен өз өмірімді өз қолыммен құрдымға жібердім деп ойладым. Ал мен көлікпен қағып кеткен жалғызбасты кемпір кейін менің тағдырымды құтқаратын адамға айналарын қайдан білейін? Мен отаға ұзақ уақыт келісе алмай жүрдім. Ішімде бір нәрсе қарсы болды да тұрды. Күйеуім Нұрлан болса күнде айтатын: Айжан, айналаңа қарашы. Барлығының әйелі сұлу, сәнді, еріндері, көкіректері бәрі бар. Қазір бәрі өзгерген. Бизнес ортада әйел де еркектің абыройы саналады. Басқалардың әйелдері қандай күтімді, сәнді, ал сен тым қарапайымсың. Сұр тышқан сияқтысың. Мен қорқамын. Оның не керегі бар? Қазіргі заманда табиғилық ешкімге қызық емес. Ер адамдар өз деңгейін әйелдері арқылы көрсетеді. Ол бөлмені ары-бері жүріп сөйледі. Біз, кәсіпкерлер, бір-бірімізбен үнсіз бәсекелесеміз. Ешкім ашық айтпайды, бірақ бәрі кім әйеліне қанша қаржы жұмсай алатынын байқайды. Кездесулерде, банкеттерде адамның жағдайы осылай бағаланады. Сенің түріңе қарап, мені ақшасы жоқ немесе сараң деп ойлайды. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Әдемі әйел, еркектің визит картасы. Ол маған кішкентай балаға қарағандай қарады. Түсінбеу мүмкін емес нәрсені түсіндіріп тұрғандай. Мен ауыр күрсіндім. Жақсы. Егер бұл сен үшін соншалық маңызды болса, келісемін. Нұрлан қуанып кетті. Міне, дұрыс шешім. Бұл арзан дүние емес. Бірақ сен клиникадан нағыз ханшайым болып шығасың. Ал мен ханшайым болғым келмейтін. Мен өзім болып қалғым келетін. Әкем тірі кезінде компанияны Нұрланға сеніп тапсырған еді. Мұнда ер адамның қолы керек дейтін. Компания негізі менің атымда болғанымен іс жүзінде бәрін күйеуім басқаратын. Мен оған араласпайтынмын. Өзім қайырымдылықпен әйелдерге арналған шаралармен айналысатынмын. Шынымды айтсам, өмірімде қиындық көрмедім. Бір күні құрбыларыммен кафеде кездесім. Отадан кейін біраз уақыт үйден шыға алмай қаламын ғой деп ойладым. Кеш батып кеткен еді. Бірнеше бокал ішімдік ішкенмін. Үй алыс емес қой деп көлікке отырдым. Қала шетіндегі коттедждерге бұрылып келе жатқанда телефоныма қарап кеттім. Сол сәтте алдымнан бір кемпір шыға келді. Соққы қатты болды. Мен шошып көліктен атып шықтым. Қайдан шықтыңыз? Әжей әрең тұрды. Сол кезде оның қарапайым, жұпыны киінгенін көріп, ішімде бір жеңілдік пайда болды. Мен жол жиегімен келе жаттым, қызым. Көлігің өзің бұрылып кетті. Мен кінә өзімнен екенін түсіндім. Көлік расымен жол жиегінде тұрған. Бірақ қорқыныш пен ашу мені басқа адамға айналдырды. Көлігімді майыстырып тастадыңыз ғой. Бірақ мені сіз қағып кеттіңіз. Әжей жарақаттанған қолын ұстап маған таңырқай қарады. Мен әмияннан ақша шығарып жерге тастадым. Мә, аман қалғаныңа шүкір де. Сосын көлікке отырып кетіп қалдым. Бірақ сол түні өзімнен өзім ұялып шықтым. Өмірімде ешкімге ондай дөрекілік көрсетіп көрмеген едім. Бірақ осы кішкене ішкенімнің кесірі, мастықтан басқа адамға айналдым. Кешке бәрін Нұрланға айттым. Ол қабағын түйді. Сен үнемі бір бәлеге ұрынасың. Егер полицияға барса ше? Бармай. Кәдімгі қаңғыбас қой. Келесі күні кешке мені клиникаға жатқызды. Жаңа өміріне дайын бол деді Нұрлан күліп. Ал менің жүрегім бір жамандықты сезгендей болды. Соңғы кезде күйеуім маған суып кеткен еді. Кейде бөлек бөлмеде ұйықтайтын. Мен бәрі операциядан кейін өзгереді деп сенгім келді. Көзімді ашқанда денем қатты ауырып жатты. Маған жеңіл ғана жайсыздық болады деген. Бірақ мен жанымды қоярға жер таппадым. Бет қана емес. Денемнің басқа жерлерім де ауырып тұрды. Дауысы естілді. Нұрлан дәрігермен сөйлесіп тұр екен.
Қалай сонда? Әйеліңізде өте сирек кездесетін аллергиялық реакция болды. Организм ауыр қабылдады. Аяқтарының сезімі жоғалды. Сөйлеуі де бұзылды. Қалпына келе ме? Нақты айту қиын. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын Нұрланның сөзін естідім. Мүмкін осылай болғаны жақсы шығар. Дегенде менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Артық күтімнің қажеті жоқ. Бәріне қалай қараса, соған солай қарай берсін. Босқа ақша шашудың керегі не? Мен көзімді жұмып жатып қалдым. Сол сәтте өмірім қирағанын түсіндім. Келесі күні Нұрлан өзі келді. Сен енді менімен қоғамға шыға алмайсың. Оның даусында аяушылық жоқ еді. Бірақ уайымдама. Сені жақсы жерге орналастырамын. Мен жазыламын ба? Тілім күрмеліп әрең шықты. Әрине. Бірақ оның көзі мүлде басқа нәрсені айтып тұрды. Ауруханадан шыққан күні ол мені ұзақ уақыт белгісіз жаққа алып келді. Кейін көлікті тоқтатып, мені бір ескі үйдің алдына келді. Мен жылап жібердім. Сен мені осында қалдырасың ба? Әрине. Сенің қазіргі түріңмен менің жанымда өмір сүргің келді ме? Ол салқын күліп қойды. Саған күтуші жалдадым. Бірақ пайдасыз нәрсеге көп ақша құртқым келмейді. Сосын есік ашылып, ішке бір әжей кірді. Мен шошып кеттім. Бұл сол мен қағып кеткен әжей еді. Енді ол менен кек алады деп ойладым. Бірақ ол үндеместен үй жинап маған төсек салып жүрді. Ақыры шыдамай сұрадым. Мені таныдыңыз ба? Әжей жай ғана жымиып қойды. Таныдым, қызым. Мен жылап жібердім. Кешіріңізші. Әжей басымнан сипады. Жыла. Адамның ішіндегі ауырлық көз жаспен шығады. Мен үнсіз жылай бердім. Сен берілмеуің керек, деді ол жай ғана. Денең әлсіресе де, жаның сынбауы тиіс. Бірақ күйеуім бәрі бітті деді. Ол солай ойлай берсін. Ал сен өмір сүр. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Әжейдің аты Тәнзила апа екен. Ол маған шөптен шай қайнатып беретін. Жаттығу жасататын. Қайта сөйлеуге, жүруге үйрететін. Әр күнім азаппен өтті. Жыладым. Құладым. Қайта тұрдым. Бірақ Тәнзила апа бір ретте сенен ештеңе шықпайды деген емес. 6 ай өтті. Нұрлан бір ретте хабарласпады. Бірақ күтушіге ақша жіберіп тұрды. Тек Тәнзила апаның картасына ақша аударып тұратын. Оны да кезінде өзі ашып берген еді. Бір күні мен терезе алдында үнсіз отырып қалғамын. Тәнзила апа сырттан кіріп келді. Не болды, қызым? Неге көңілің түсіп отыр? Мен әлсіз жымедім. Білмеймін. Ішім бір түрлі болып кетті. Әжей жанымдағы орындыққа жайлап отырды. Сен бұл ауылда тым ұзақ отырып қалдың. Енді қалаға қайтатын уақыт жетті. Мен бірден басымды шайқадым. Қалай барамын? Өз көзіңізбен көрдіңіз ғой. Нұрлан қазір бір жас қызбен жүр. Барлық жерде суреттері шығып жатыр. Тәнзила апа маған ұзақ қарап отырды. Айжан, сен өзің айтушы едің ғой. Компания сенікі деп. Әкең сені кішкентайынан бәріне үйреткенін де айтқансың. Мен үнсіз қалдым. Онда неге сенің ақшаңа басқа біреу шалқып өмір сүріп жүр? Неге сен бай адамның қызы бола тұра, осындай ескі үйде байланыссыз, ақшасыз отырсың? Оның әр сөзі жүрегіме қадалды. Өзіңе қарашы. Сен 6 айдың ішінде көп адамның өмір бойы жете алмайтын жетістігіне жеттің. Қайта сөйлеуді үйрендің. Қайта жүрдің. Қайта өмір сүргің келді. Сен әлсіз емессің. Мен еріксіз күліп жібердім. Тәнзила апа, сіз әрқашан дұрыс айтасыз. Онда жинал. Бірақ қалаға қалай жетемін? Әжей сандықтың ішінен түйіншек алып шықты. Аздап ақша жинап қойып едім. Жетер. Көзіме жас келіп кетті. Мен оны құшақтап алдым. Мені күтесіз бе? Әй, қайда барамын мен? Шұлық тоқып отырамын деп күліп қойды.
Мен жолға шықтым. Біраздан кейін бір көлік тоқтады. Рөлде шамамен 35 жастағы ер адам отыр екен. Қалаға барасыз ба? Деді ол. Иә. Алып кете аласыз ба? Ақысын төлеймін. Ол басын шайқады. Ақша керек емес. Тек жол бойы сөйлесіп отырсаңыз болды. Бір тәуліктен бері рөлдемін. Ұйықтап кетем бе деп қорқып келемін. Мен алғаш рет ұзақ уақыттан кейін шын көңілмен жымидым. Келістік. Жол бойы қалай болғанын білмеймін, оған бүкіл өмірімді айтып беріппін. Ол таңғалып тыңдап отырды. Мынауың кәдімгі кино ғой. Сосын кенет ойланып қалды. Тоқтаңызшы. Компанияның аты қалай дедіңіз? Мен айттым. Ол маған жалт қарады. Сіз Ерлан ағайдың қызысыз ба? Мен таңырқап бас изедім. Әкемді танисыз ба? Әрине. Өте мықты адам еді. Ол біраз үнсіз отырды да. Сізге көмектесу керек деді нық дауыспен. Күйеуіңіз ақшадан оңайлықпен айырылмайды. Оның күзеті бар шығар. Сізді кіргізбей де қоюы мүмкін. Бірақ компанияның иесі менмін ғой. Ол ащы күліп жіберді. Қағаз жүзінде ғана. Мұндай адамдар бәрін алдын ала ойластырады. Сондықтан ақылмен әрекет ету керек. Сол түні біз менің өз компаниям мен өз үйімді қайтарудың жоспарын құрдық. Ал сол сәтте Нұрлан кеңседе ашуға булығып отырған. Ол үстелді жұдырығымен тарс ұрды. Света, неге ештеңе істемей тұр? Хатшысы жүгіріп кірді. Нұрлан Серікұлы, түсінбей тұрмыз. Барлық жүйе бұғатталып қалған. Парольдер өзгеріп кеткен сияқты. Қалай өзгерді? Оны менен басқа ешкім жасай алмайды. Ол сөйлем ортасында тоқтап қалды. Өйткені жүйе бастапқыда екі адамның саусақ ізімен ғана ашылатын. Оның, немесе менің, ал ол мені әлдеқашан өмірден сызып тастаған еді. Телефонға ұмтыла бергенде есік ашылды. Әуре болмаңыз. Хатшы қыз таңырқап демін ішіне тартты. Айжан Ерлан қызы. Нұрлан баяу басын көтерді. Мені көргенде өңі қашып кетті. Сен? Иә. Бұл енді баяғы әлсіз Айжан емес еді. Мен өз аяғыммен нық басып кірдім. Үстімде жарасымды, сәнді костюм. Өзімді сенімді ұстап тұрмын. Операциядан кейінгі өзгеріс маған шынымен жарасқан еді. Бірақ бұл жолы менің сұлулығым сырт келбетте емес. Ішкі күшімде болатын. Жанымда мені жолда алып кеткен ер адам тұрды. Ал қасымызда әкеміздің ескі адвокаты мен нотариусы бар еді. Мен Нұрланға тіке қарадым. Уайымдама. Ұзақ сөйлеспейміз. Ол үнсіз тұрды. Сені қазір жас көңілдесін күтіп отырған шығар. Сондықтан мына құжаттарға қол қой. Ажырасуға келісесің. Сонда мен сені сотқа бермеймін. Нұрланның маңдайынан суық тер шықты. Ол не істерін білмей қалды. Бір сәт мені қайталдауға тырысқысы келгендей болды. Бірақ жанымдағы ер адамға қарап бәрін түсінді. Менің өмірімде енді басқа адам бар еді. Ал ең бастысы мен өзімді қайта тапқан едім. 2 күннен кейін мен Тәнзилә апаны өз үйіме көшіріп алдым. Ал тағы жарты жылдан соң мені жолда қалдырмай өмірге қайта сендірген сол азаматқа тұрмысқа шықтым. Сонда мен бір шындықты түсіндім. Кейде тағдырыңды өзгертетін адамды сен алғашында байқамайсың. Ал шын жүректен жасалған мейірім адамды қайта тірілтеді. Егер әңгіме ұнаса осы арнаға жазылыңыз, алда өмірден сабақ алатын, өмірге сырт көзбен қарап, өміріңізде болып жатқан сәттен дұрыс шешім шығаруға көмектесетін әңгімелер шығады. Кейде біреудің қателіктерін көріп, өмірден сабақ алуға болады. Бірге талқылайық, сенің ойың өте маңызды.